Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Әлбетте қазақ елінде ерекше, дарынды балалар өте көп. Қабыл алыңыз, бүгін біз сіздермен Қазақстандағы ең ерекше балалар жайлы видеоның екінші бөлімін көретін боламыз. Видео басталмай жатып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахатби Әбдісағын. Рахатбиді қазақстандық Моцарт деп атайды. Ол 18 жасында әлемге ең үздік композитор, пианист ретінде танымал болған. Оның композицияларын Европа, Азия және Американың симфониялық оркестрлері үлкен сахналарда орындап жүр. Оның туындыларының көрсетілімі Лондон, Париж, Берлин және де басқа атақты қалаларда өткен болатын. Рахатби ең жас дарын сыйлығының лауреаты, Қазақстанның мәдениет қайраткері, ТМД парламентарлық ассамблеясының Қазақстанның мәдениеті мен өнеріне қосқан үлесі үшін төс белгімен марапатталған қазақтың дарынды баласы. Алдияр Божбанов. Алдияр Божбанов Қарағанды қаласының тумасы. Қазіргі кезде ол Қарағанды қаласындағы номері 101 мектеп гимназиясында оқиды. Жасы 13-те. Кішкентай жасына қарамастан Алдияр өте дарынды бала. Ол экологиялық ауыл, жел мен күннен қуат алатын электр станциясы және әмбебап зарядтау құрылғысын ойлап тапқан. Алдияр арнайы құрылғылар арқылы органикалық қалдықтарды өңдеп, одан биогаз алу жолдарын біледі. Ал өңделген биогазды жылу мен электр қуатына пайдаланады. Бұл идея аса жаңа болмаса да, оқушы өз жобасын жергілікті жағдайға икемдеп, тіпті бизнес жоспарында құрған. Ол өте талантты бала, жобалары аса қызықты. Кішкентай данышпан болашақта өз орнын тауып, мықты азамат болады деген сенімдеміз. Тұрсынай Қабыл. Қостанайлық Тұрсынай Қабыл ерекше қыз. Оның бойы 120 см болғанына қарамастан, пауэрлифтингтен халықаралық спорт шебері. Ол Қазақстанның тарихына алғаш рет паралимпиададан алтын жүлдеге ие болған жас спортшы болып енгізілген. Қазір жасы 17-де. Тұрсынай 4 жасынан бері спортпен шұғылданып келеді. Оның әкесі жаттықтырушы болғандықтан спортқа жастайынан баулыған. Тұрсынай Ресейде өткен Азия балалары және Дубайда өткен спорт жарыстарында алтын жүлдемен елге оралды. Динара Шарипова. Динара Шарипова Алматы қаласында тұрады. Ол өте дарынды қыз. Динара бистер мен суреттерді аяқтармен салады. Өкініштісі, Динара балалардағы церебралды сал ауруына шалдыққан. Бірақ ауруы оның алдына қойған мақсаттарына еш кедергі емес. Ол экономика және құқық колледжін тәмамдап, сырттай Мәскеудегі қаржы өнеркәсіптік синергия университетіне оқуға түсті. Динара қазіргі таңда университеттің соңғы курсында оқиды. Али Тұрғанбеков. Али Астана қаласында тұрады. Оның басқа балалардан ерекшелігі туылғаннан екі аяғы жоқ. Дәрігерлер Али еліміздегі осындай диагнозбен туылған жалғыз бала екендігін айтқан. Десе де ол өте мейірімді, ақкөңіл бала, оқуда озат, мектебінің мақтанышы. Басқа балалармен бірге мектепке барады, жүгіреді, футбол ойнайды және де жүзеді. Жақында Али өзінің еліктеушісі, мотивациялық жаттықтырушы, жазушы және әнші австралиялық Ник Вуйчичпен жолыққан болатын. Ник Вуйчич баламен арнайы жолығып, өзінің жетістіктерімен Алимен бөліскен болатын. Достар, назарларыңызға рахмет. Егерде сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.